Сәлем достар, программирование курсының 4-ші сабағына қош келдіңіз. Бүгін наконец-то мына пустая страничкаға бір нәрсе жазатын боламыз, яғни HTML жазатын боламыз. Қазір түсіндірем бәрін, және JavaScript-ті HTML-мен бірге біріктіретін боламыз. Және де if, then, else деген ең танымал бір программированияның бір инструкцияларын, өтеміз. Хорошо? Сонымен бастайық. Соңғы сабақта осындай бізде пустая страница болды. Бірақ код болды бізде осындай. Енді ол кодтың бәрін кетіреміз және жаңа код жазамыз. Мен сізге қазір көрсетемін. Осы кодты жазыңыз, қолмен жазыңыз. Мен сізге мына жерге көрсетіп қоямын. Паузаға басыңыз да мына барлығын дұрыстап жазыңыз. Мен қазір сізге текст берсем, сіз оны көшіріп аласыз да, есіңізде дым қалмайды. Сондықтан код көшірмейін, кодты бермейін сізге. Қазір мына жерден view wrap деп сізге бүкіл текст көріну үшін осылай жасайын. Минус басайын. Экранды үлкейтіп, қарап, дәл осы кодты көшіріп алыңыздар. Көрініп тұр ғой, көрінбесе, бүйтіп мышкамен үлкейтіп, саусақпен телефонды үлкейтіп алыңыз. Немесе компьютерде болсаңыз, етақта көрінеді. Осы кодты көшіріп алыңыз. Қазір барлығын түсіндірем. Мына код қазір қалай көрінеді сізге көрсетейін. Қазір файлды ашайын. Қате файл. Мынау осындай бізге страничка шығады. Наконец-то біз мында мысалы 50 деп жазамыз, 25 деп жазамыз. Тексеру деп басқанда, мына А саны 50, Б санынан, яғни 25-тен үлкен деп айтады. Осыны біз қазір жасаймыз. Бұл сол код, Қазір барлығын түсіндірем. Ең бірінші бүйтіп кішірейтейін. Мынау бізде HTML, doctype HTML деген HTML-ді білдіреді. Біздің файл до сих пор сол файл, index.html. Мында көрінбесе мен бүйтіп жақындатпай қойын, өйткені мен жақындатсам ұзақ болып кетіп жатыр да. Саусақпен жақындатасыз, мынау index.html деген файл. Осының ішінде doctype HTML деген бұл файл HTML екен білдіреді. Содан кейін HTML lang бұл езіктің HTML парақшаның тілі деген сөз. KK деген қазақша деген сөз. Окей? Сәл жақындатайын, айтпақшы олай. Клавиатурамен. Сосын келесі мәселе, бұл не дейсіз ғой, мынандай жақша болу керек, осындай жақша болу керек обязательно. Бұл HTML езікті XML езікке бірдей почти. XML деген нәрсе бар тоже, бірақ бастарыңыз қатырмаңыз, бұл HTML езік деп айтсаңыз да болады, окей? HTML скрипт, бұл осындай тегтар, окей? Мына босқа тұрған жоқ, мына кавычкалар босқа тұрған жоқ, міндетті түрде болу керек. Мында кейбір тегтар, HTML тегтар, бір тег дейді. Просто басталады HTML деп, бірақ бітпейді, көріңіз, аяқталмайды. Хотя жоқ, аяқталады, бірақ мына ең соңында аяқталады мына жерде. Мен айтқым келген нәрсе, қараңыз, мынау head басы, бұл тегтің басы, мынау аяғы. Көрдіңіз бе? Аяғы айырмашылығы қандай? Мына жерде мынандай сызықша жоқ, көрдіңіз бе? Мынандай слэш жоқ. Басында басталарда слэш болмайды, сосын слэш болады. Окей? Мен қазір өмірде реально ChatGPT шыққалы, мен мынаны даже не заморачиваюсь. Басы, аяғы деп. Маған и так-то ChatGPT жазып береді кодтың бәрін, ғой. Бірақ сіз түсінуіңіз керек примерно. Мысалы, мына title деген название деген сөз, страничканың названиесі. Мына жерде блин, все-таки үлкейтуге тура келіп тұр. Қазір үлкейтейін, а то сізге вообще дұрыс көрінбейді. Мына жерді қараңыз, названиені көріп тұрсыз ба? Сабақ 4, практика қай сан деп аты жазылып тұр ғой. Сол жазу мына жерде жазылып тұр. Сабақ 4, практика қай сан үлкен. Неге? Себебі title деген страничканың названиесі деген сөз. Название, бұл HTML парақшаның названиесі мынау деген сөз. Түсініңіз ғой, да? Title басы, title аяғы тегтің. Meta charset UTF-8 деген бұл файлда мындай қазақша әріптер бола алады деген сөз. Түсініңіз ба? Сіз UTF-8 деп жазбасаңыз, сіз мына файлда
якобы сақтай алмайсыз UTF-8 сандарын. Негізінде ол неге байланысты? Файлды сақтағанда save as дегенде save as мына жерде так UTF-8-ді поддерживать ете ма етпей ма деген нәрсе бар негізінде файлдың түрінде. Бірақ мынау по умолчанию UTF-8-бен сақтайды да. Сол үшін қазір ондай проблема жоқ. Бұрында сол 2000 жылдары біз программировать еткенде обязательно UTF-8 деп сақтайтынбыз да. Мысалы мында текстовый редактормен, кстати, көруге болады оны. Міне көрдіңіз ба? Міне қараңыз, мынау текстовый редактор, иә. Мен қазір үлкейтемін. Бұны да как раз үйретіп жіберейін. Что за UTF-8? Бәрі білу керексіз программист болсаңыз. Мында мен мысалы қазақша жазамын. Қазақша мәтін деп мінекей үлкейтейін, жаздым. Бұл текст. Осыны файл save деп сақтаймын. Мысалы мына жерде download или программаның license'қа сақтаймын. Мына текстовый файл ретінде просто сақтап жатырмын, иә. И мына жерде encoding деген бар оң жақта. Көрдіңіз ба? Encoding UTF-8 деген бар. Өйстіп сақтаймын. Save деймін. Жабамын. Жапқаннан кейін мына файлды, қазақша мәтін деген файлды ашамын. И ашсам нормальный қазақша сөз ішінде бар. Әр мәтін бар. Енді егер мен бұл файлды файл save деп UTF-8 емес, мысалы ANSI деп таңдасам, қайда? Мысалы мынау UTF-8 емес, ANSI ма сондай таңдасам, ол по идее сақтамау керек қазақша тексті. Қазір файлдың атын өзгертейін. Save деймін. Так. Бір-екі үш деп сақтаймын. Неге сақтамай жатыр? Так, мынаны UTF-8 болғасын сақтап қоя жатқан сияқты. Сол үшін иә. То есть даже ноутбук қазір умный болып кеткен да. Сен қазақша ішіне текст салсаң, ол уже саған сақтаттырмайды. Қазір қазақша жазайын. Сохранить етем. Сосын қайтып ашам. Ол нормально сақтады да. UTF-8-бен сақтап қойды өткен. Ал егер мен қазір save as деп ANSI деп таңдап сақтағым келсе, көрдіңіз ғой, бағана сақтап тұрмады. Қазір тағы да сақтап отырсам, міне уже маған предупреждение беріп жатыр. Мына файл содержит Unicode формат, ана UTF-8 деген сөз, который будет потерян, will be lost if you save this file. Егер қазір ANSI-мен сақтасаң, ана қазақша жазу, короче, кетіп қалады деп тұр. Мен окей деймін, әдейі. Көрдіңіз? Қазақша жазу жоқ уже. Себебі мына файлдың несі, түрі ANSI, да, понимаете? Короче, сол үшін всегда UTF-8-бен сақтайсыз файлды, окей? Короче, қысқасы. UTF-8 деген сол. Ол деген көп әртүрлі, любой дүние жүзіндегі езіктер бар ғой, солардың шрифттарын, шрифт емес, солардың әріптерін сақтай алады. UTF-8 деген үлкен, короче, массив данных, ішіне көп әріп сыяды. Ал ANSI, там, ASCII деген болды бұрында, иә? ASCII деп атайтын еді, неге ANSI екенін түсінбей тұрмын. Маңызды емес. Мысалы, ASCII-да 250 ғана әріп бар. Болды. Ағылшынша ішіне кіреді, бірақ орысша уже кірмейді, қазақша кірмейді. Вот. Сол, короче, бұл енді одан неден бастадық? Осыдан бастадық та. Мына біз типа UTF-8 екенін білдіріп жатырмыз. Енді дальше. Head деген мына HTML страничканың басы деген сөз. Head. Басында сен headтің ішінде осындай название, там бірдеңе деген сияқты информация сақтайсың. Body деген, иә, body, ол денесі деген сөз HTML файлдың. Бұл жерде уже основной на бүкіл контент страничканың body'да сақталады. Окей? Сол сияқты, но жақшада, мысалы неде? Мына Visual Studio Code ыңғайлы осындай нәрселер бар. Мына бассаңыз кішірейеді, үлкейеді, иә?
кішкене логически түсінуге көмектеседі. Осы жақсы. Міне body бар, body жабылады, HTML бітіп. Міне структурасы осы. HTML ішінде head, сосын оның ішінде сосын body, сосын HTML. Окей? HTML мен бітеді точнее. Body'дің ішінде не бар? Тез айтып кетейін, сізді шаршатпау үшін, уже 11 минут өтіпті. H1 деген мынау, короче. Мына сабақ, 4 бірдеңе деген үлкен жазумен тұр ғой. Вот сол мына H1. Ол header 1 деген сөз. Оглавление болады ма орысша қалай болады? Короче, тақырып деген сөз. Сол үшін бұл жирный қылады да. Но келесі строкада P деп тұр. P деген paragraph деген сөз. Текст, жай ғана мәтін. О, үлкен емес, простой. Окей? Потом бізде мынау жүреді. Мына div деген сондай HTML-дің тегін. Жаттап алыңыз. Блок деген сөз. Div деген блок информация. Блок. Соның ішінде div-дің ішіне мына label дейді. Label ол мынау жазу. Мынау label. Окей? Негізі HTML бөлек өтіп алыңыз. Просто бізде базовый. Мен мақсатым HTML үйрету емес сізге. Менің мақсатым бұл сабақтарда сізге жалпы программирование үйрету да. Мысалы, мына сан үлкен ба, соның логикасын қалай құрастырамыз, сол маңызды. HTML маңызды емес. Сол үшін просто қысқаша түсіндірейін, чтобы вы понимали примерно не нәрсе екен. Label, короче, окей? Просто жазу А, Б. Сосын input деген ол мына поле. Input, вводное поле деп аталады. Input. Оның ID-шкасы бар, уникальный номері. Number A, number B. Соны JavaScript-та біз обращаться ету үшін біз сол ID-шкаға обращаться етеміз, короче. Сол үшін керек. Type number. Түрі қандай? Бұл неде не бар? Мысалы, жазуға жаза алмаймын. Әріптер жаза алмаймын. Оны не дает жазуға? Тек қана сан жаза аламын. Вот сол number деген осы. Все. Label бітет. BR деген новая строка деген сөз. Жүк төменге түседі де жаңадан жазады. Сол. Сосын онда кнопка тұр. Button. Мына button. Окей? Баттонға басқанда compare деген функцияны аш деп тұр. Ол функция мына төменде описан. Қазір оны түсіндірем. То есть бана логиканы қос деген сөз ғой. Тексеру деген мына жазу баттонның ішіндегі. Сосын div id result. Мында результаттың сақтайды. Результатты осы текстке осы жерге жазамыз. Вот соған арналған бұл жер. Div id result. Окей? Болды. Сосын енді скриптті қарайық. Енді мынаны жауып көрсетсек. Скрипт не істейді? Compare деген функция не істейді? Const алдына өттік. Екі переменады сақтайды памятке. A деген мына нені табады, ячейканы. Number деген алдына өттік. Санға айналдырады. Нені айналдырады? Document get element by ID value. Ол не деген сөз? Қорықпаңыз, ол стандартный нәрсе. Осы документтегі, яғни HTML-дағы мына ячейкаға барып, осы значениесі копировать деген сөз, короче. Get element by ID, num A. Бана айттым ғой сізге, уникальный название. Бұл ячейканың названиесі num A, мінеки, num A. Соған барады да, ішінен значениені, value деген значениені сөз. Соны алып алады, 50-ді алып алады да, мына A-ға сақтайды. Окей? Бұл соны білдіреді. И дәл сол сияқты B деген барады да, мына ячейканың значениесін сақтап қояды. То есть A, B деген екі переменаны сақтап қояды мейіне. Сосын сол екі переменаны салыстырамыз. If, else деген сол любой язык программирования бар. If деген если деген сөз. Если A больше B, да, тогда мына result деген жерге, мына жерге, мына тексті жаз деген сөз. Текст контент равно мына тексті жаз дейді. Не текст? А үлкен Б. Үлкен Б. И мына скобканың ішіне мына санды жаз. Доллар деген переменный бар ғой біздің A деген переменный. Соның значениесін сал деген сөз. То есть 50-ді сал жібереді мына жерге. И B деген үлкен Б и в скобках бана доллар мен B деген санның значениесін сал. 25-ті сал. Вот. И ал егер B үлкен болса Адан, да, else деген если мынау болмаса, условие мынаны уже тексер ары қарай деген сөз. Если керісінше B үлкен болса, онда мына жерге наоборот B үлкен Адан деп жаз деп тұр. B үлкен Адан. Қарасаңыз түсінікті ғой, да?
Все понятно, білмеймін басқаша қалай түсіндіруге болады. Түсініксіз болса сіз өзіңіз жазып мына значенияларды ұшқыңыз. Мысалы мына жерде б емес а деп жазып көріңіз, не болады екен қараңыз. Мысалы қараңыз, 50 70 50 бірдей сан болып кетті. Неге? Себебі біз мына жерге де а деп жаздық, мына жерге де а деп жаздық. Өйстіп шығып көріңіз да, сол кезде үйренесіз. Ал егер мына екі условияда дұрыс болмаса, ол не деген сөз? Значит, екі сан тең деген сөз да. Онда екі сан тең деп жаз дейді. Мысалы 50 деп қойсақ, екі сан тең деп жазады. Болды. Бүкіл логика осы. Осыны тағы да көрсетем. HTML файлға дәл осы кодты жазыңыз. Мен сізге осылай қалдырып кетемін. Просто көшіріп алыңыз. Бүкіл код осы. Фотоға түсіріп алсаңыз болады. Телефоннан болсын, компьютерден болсын. Сосын просто не істейсіз. Соған қарап тұрып көшіресіз өзіңіздің HTML файлыңызға. Бірақ обязательно көшіріңіздер достар. Сол кезде сіз жаттайсыз мына тегтарды. Бір жерден қате кетіп қалады, мынаны ұмытып кетесіз, сосын жасамай қалады ол. Сосын ойлайсыз, не үшін жасамай қалады, сосын қарайсыз, мына жерде мынау қалып қойыпты ғой деген сияқты. Ол өте маңызды. Программист болғыңыз келсе, өзіңіз жазуыңыз керек скрипттарды. Пока үйренгенше, потом уже ChatGPT-ді қолдансаңыз болады. Сол. Енді сабақ бітті. Алдындағы 3-ші сабақта мен айтқан нәрсені жасадым да, пустая мына HTML страничканың орнына осындай жасаймыз деп. Жақсы болды, көрдіңіз бе? Енді отырмаймыз консоль деп кіріп, короче. Осы экраннан ақ жасай береміз. Сізге енді үй тапсырма. Мына сан А, сан Б деп тұрады. Мына жерде үй тапсырмасын көрсетейін. Дәл осылай, бірақ 3 сан үлкенін табу керек сізге. То есть мында 3-ші поле салу керек сізге. Сан С деп. И тексеруде басып қалғанда 3 санның ең үлкенін шығарып беретін болады. Окей? Сол достар, бүгінгі сабаққа осы 4-ші сабақ. Егер қалып қойған болсаңыз, алдыңғы сабақтарды қарамаған болсаңыз, міндетті түрде қараңыз, себебі мына уже жайлап қиындай береді. Сосын қалып қоясыз. Бәрін қайталап алыңыз алдыңғы сабақтарда. Сол, рахмет қарағандарыңызға, сау болыңыз.